Радикал деген нәрсе кез келген нәрсенің шегінен шығу. Абайдың өзінде де сөз бар ғой, әр нәрсенің өлшемі бар, өлшемнен асырсаң боғы шығады дейді. Ол сол жындарлықтың да өзінің өлшемі бар. Ол жерде жаңағы сіз айтып отырғандай біз тарихта қанша ғасыр мұсылман болдық, бірақ қазақ өзінің тақиясын, өзінің шапанын киіп, өзінің домбырасын тартып, өзінің ән жырын айтып, сол кездерде қаншама ишандар, ахундар, молдалар, ғалымдар, дін ғалымдар 12 жыл медреседе оқығандар шықты ғой. Олар неге харам деп айтқан жоқ? Көрдіңіз бе? Сол үшін де қазіргі радикалдардың осы радикалды позициялары мына жағынан екінші бір бағыттың қалыптасуына алып келіп жатыр. Бірақ мына келіп жатқан екінші бағыттың өзі бұл тек радикалдардың позициясы екенін ғана түсіну керек. Кез келген дінге келген адам мен мұсылманмын дегеннің барлығы домбыра харам деп жатқан жоқ. Мешітте жүргендердің барлығы жаңағы арабтың киімін киіп келіп жатқан жоқ. Ол бізде кейбір жастардың шетелге кетіп қалып, сол жердің менталитетін бойына сіңіріп, оны дін деп қабылдап, формасын, киімін, бетін бүркемелеп алып келіп жатқан тенденциялар бар. Ол радикализммен біз түбегейлі халық болып, қоғам болып, ел болып, мемлекет болып күресуіміз керек. Онымен күресіліп те жатыр. Өйткені терактілер болып жатыр. Әлемде терроризмнің 500-ге жуық топтары бар. Олармен әр мемлекет өзінше күресіп жатыр. Біз де күресіп жатырмыз. Ал бірақ бит көкпелеп тоныңды отқа жақпа деген нәрсе бар.